Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы емен ағашы. Мақсаты емен ағашы туралы толық мәлімет алу. Ребята, сегодня на уроке мы будем говорить про дерево дуб. Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздер емен дуб, көп жасау жить много лет, сая тень, жаңғақ орех, қабық кора либо кожура, дың ствол дерева, бұта кустарник либо куст. Осы жаңа сөздерді сурет арқылы қайталаймыз. Емен, жаңғақ, бұта, қабық, дың. Жақсы балалар, тағы бір рет оқимыз. Емен, жаңғақ, бұта, қабық, дың. Жақсы, жаңа сөздерді сөздікке жазамыз. Енді мына емен ағашының суретіне мұқият қараймыз. Енді келесі екінші тапсырма. Емен ағашы қандай деген сұраққа жауап бере отыра, осы ағашты сипаттап жазу керек. Ребята, вам нужно ответить на вопрос, какое же дерево дуб, тем самым описать это дерево. Мысалы, емен ағашы үлкен және биік. То есть дерево дуб большое и высокое. Теперь вам нужно вместо многоточия поставить нужные слова и записать это в тетради. Келесі, төртінші тапсырма, емен ағашы туралы өлеңді мәнерлеп оқу керек. Дальше вам нужно прочитать выразительно стихотворение про это дерево. Бірге оқиық. Білуші едім еменді, ең мықты ағаш дегенді, жапырағы жайылған саясы бар көлемді, жерді бүріп бауырдан, нәр алады жауыннан, көп жасайтын кәремен қорықпайды дауылдан. Жақсы балалар, өлеңді тағы бір рет мәнерлеп оқимыз. Және келесі өлеңдегі сөздерге синонимдерін табамыз. Мысалы, өлеңдегі ағаштың саясы, то есть тень дерева, это словосочетание можно заменить словосочетанием ағаштың көлеңкесі. Мықты ағаш, то есть сильное дерево, можем сказать күшті ағаш. Көп жасау, жить много лет, можно заменить словосочетанием ұзақ өмір сүру. Нәр алады жауыннан, питается дождем, можно сказать жаңбыр суымен қоректену. Жақсы. Енді келесі бесінші тапсырма, емен мен қайыңды салыстыр. Ребята, вам нужно будет в этом задании сравнить деревья дуб и березу с помощью этой таблицы. Мысалы, биіктігі қанша? Какая высота? Мысалы, емен ағашының биіктігі 40-50 метр. Ал қайың ағашының биіктігі 25-30 метр. По данному образцу вы должны написать, какие у них листья, жапырақтары қандай, бұтағы қандай, какой у них куст, діңі қандай, какой у них ствол және пайдасы, и написать про пользу этих деревьев. Түсінікті болса, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.